12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде Аптақпарат, студияда Айман Нұрмағанбет. Осы аптаның маңызды жаңалықтары мен өзекті тақырыптарын назарларыңызға ұсынамыз. Өңірде жол көлік оқиғасы көбейген. Жыл басынан бері 203 жағдай тіркеліп, 44 адам көз жұмған. Тағы 276 адам жарақат алған. Жауаптылардың айтуынша негізінен көлік апаты Ақтау Жаңаөзен, Ақтау Бейнеу бағытындағы тас жолдарда артқан екен. Толығырақ келесі бейне материалда. Зелбай Нұрбай осыдан біраз уақыт бұрын жол көлік оқиғасына түскен. Бағдаршамға тоқтаған оның көлігіне екпінін тежей алмаған екінші бір көлік келіп соққан. Абырой болғанда өзі мен жолаушысы дін аман. Бірақ көлігіне 200 мың теңге шығын келген. Кінәлі тарап еш нәрсеге қарамастан оқиға орнынан бірден ізін суытқан. Сол кеткеннен мол кеткен. Кешкі 7-лердің уақыты ғой. Магазиннің камерасынан көріп едік, оны машиналар өтіп жатыр. Қандай машина екенін таба алмадық та. Ол тоқтамай қашып кетті ол машина. Сонда гай келді, бәрін сызды, не қылды, бәрін жасадық, бірақ адам табылған жоқ, әлі кейінге дейін табылған жоқ, табылмай кетті ол. Мұнайлының жол полициясы кінәлінің жазадан сытылып кете алмайтын айтқан, бірақ онысы сылдыр сөз құрғақ уәде болып қалды. Себебі бүге шігесіне дейін зерттемей кінәліні таппадық деп көп ұзамай істі жауып тастаған. Жыл басынан бері өңірде 203 жол көлік оқиғасы болған. 276 адам жарақат алса, 44 адам оқиға орнында көз жұмған. Жол сақшылары жылдамдықты асырмай, зәре құтты қашырмай көлік жүргізуді сұрайды. Себебі көбіне жол апаты жауапсыздықтан болады. Құзырлы орган өкілдері бейжай қарап отырмағандығын жеткізді. Айтуларынша апаттың алдын алу мақсатында түрлі профилактикалық шаралар өткізіп жүр екен. Жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында облыс аумағында 26 жедел профилактикалық шарасы өткізілді. Атап айтсақ, қауіпсіз жол, автобус, такси, мас жүргізуші, назар аударыңыз балалар, назар аударыңыз жаяу жүргінші. Бұдан басқа жол көлік оқиғасын алдын алу бағытталған әлеуметтік бейне роликтер дайындалып көрсетілуде. Полицейлердің айтуынша әрбір 5-ші жол көлік оқиғасы жаяу жүргіншінің қатысуымен болады. Жыл басынан бері 85 жағдай тіркелген. Тіпті 76-сы жарақат алса, 10 адам ажал құшқан. Адамдарды аман алып қалуда, ақ халаттыларда шарасыз екендерін айтады. Дәрігерлер қолынан келген жасайды, бірақ шынын айту керек. Көп жағдайда, кей жағдайда болады. Мысалы, адамның өмірін аман алып қалу мүмкін болмайды. Себебі соққының соншалықты қатты болғаны, адамның орысша айтқанда несовместимый с жизнью дейді. Яғни адам өмірімен арпалысып дәрігерлер қолынан келген жасайды, бірақ кейде біз солардың өмірін алып қала алмаймыз, өкінішке орай. Жаяу жүргіншілер өткелінде болатын жол көлік оқиғасын азайту мақсатында Ақтаудағы 57 жаяу жүргінші өтпесі арнайы жарық қайтарғыш элементтері бар термопластпен боялған. Жолдағы қайғылы жағдайдың көбісі көлікті мас күйде жүргізгендердің кесірінен болады. Бұрын бұлай жасағандар 3 жыл көлік жүргізу құқығынан айырылса, енді тәртіп тіпті күшейді. Жуырда президент Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желі арқылы алкогольді ішімдіктердің кез келген түрін ішіп, көлік жүргізген үшін жазаны қатаңдату қажеттігін тапсырды. Бұйрықты қабыл алған Ішкі істер министрлігі заң талаптарын күшейтуге кірісті. Арнайы жұмыс тобы 7 өлшеп бір кеспек. Бұл өзгерісті көлік жүргізушілері де құптап отыр. Мас күйінде айдаған адамның жауапкершілігі болмайды. Заңды қанша қатаңдатса сонша жақсы ғой. Адамдар мысалға өзінің көлігінен айырылып қалмауға кішкене болса да мойында тұрады ғой. Заңды қатайтқан дұрыс деп есептеймін. Мас мәшінмен емес, жаяу жүруге рұқсат берілмеу керек. 100% дұрыс. Әзірше білетініміз заң талаптарын күшейту Беларусь заңнамасының негізінде жасалатын сыңайлы. Яғни мас күйінде көлік айдаған үшін жүргізушінің көлігі тәркіленуі мүмкін. Айман Нұрмағанбет, Ерлан Амантай, Ролан Аметұлы, Аптақпарат. Осыдан біраз уақыт бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызметкерлерге әлеуметтік желілерде белсенділік танытып, атқарылып жатқан жұмыстарды халыққа түсінікті тілмен жеткізуді тапсырған еді.
Содан соң әкімдер, депутаттар мен түрлі деңгейдегі басшылар әлеуметтік желіге жаппай тіркеле бастады. Бұл тапсырманы маңғыстаулық шенеуніктер де бірден орындады. Қазір олардың белсенділігі қалай? Президент нұсқауы тиісті деңгейде орындалып жатыр ма? Апталықтарда бұл мәселеге бейжай қарамай, әлеуметтік желідегі әлеуетті біліп отыру мақсатында арнайы айдар ашты. Енді бұдан былай әріптесі мақсындар табылды. Осы бағытта сараптама жасап отырады. Сонымен Маңғыстауда қай қала, аудан әкімі немесе басқарма басшысы белсенді? Сюжеттен көрейік. Армысыздар апта көрермендері, бүгіннен бастап әлеуеті жоғары әлеуметтік желідегі шенділердің парақшаларын аптасына бір мәрте сүзгіден өткізіп отырамыз. Қазіргі уақытта облыс әкімінен бастап қала, аудан, кейбір басқарма басшылары да ғаламдық желіге тіркелген. Бүгінгі хабарымызда аймақтағы қала және аудан әкімдерінің фейсбуктегі бетшелерін ашып көреміз. Ақтау қаласының әкімі Ғалымжан Ниязов әлеуметтік желідегі парақшасын 2015 жыл ашқан. Алайда ашық түрде қолдануды кейінірек, яғни шаһардың басшысы лауазымына тағайындалған соң көрсетті. Мәселен, осы аптада қала әкімі 5 пост жариялаған, оның 4-еуі хабарландыру. Енді бірі президент тапсырмасына қатысты жарияланым. Әкім парақшасы өзінің жазған жеке посттарына қарағанда желі қолданушыларының белгілеп жариялаған жазбаларына толыңқырап қалыпты. Ақтау әкімі алдағы уақытта бұдан да белсенді болады деп ойлаймыз. Желіде белсенді деп Жаңаөзен қаласының әкімін айтуға болады. Жақында ғана Жаңаөзен әкімі болып тағайындалған Мақсат Ибағаров фейсбукте белсенді. Күнделікті жұмысын көпшілікпен бөлісіп отырады. Ылғи жүрген жерінен фотомен бейне салып пост жариялайды. Ибағаров бұл аптада Жаңаөзен қаласына қарасты ауылдардың тазалығын тексерген туралы бір пост жазған. Әкім халыққа жақын жүруді ойға алды ма, әлде көпшілікке қарапайым көрінуді құптады ма? Ол жағы белгісіз, бірақ көбіне еркін стильдегі киіммен жүрген суреттерін жариялайды. Дегенмен басқа кімдер секілді Ибағаровта тұрғындардың желіде қойып жатқан сұрақтарына мән бермейтін секілді. Сауал көп, жауап жоқ. Қарақия ауданының әкімі Қыдырберді Беков. Әкім фейсбукқа 2018 жылы келген. Қарақия әкімінің парақшасына өтсеңіз, алдымен аты жөніне көз түседі. Есімін қате жазды демесек те, қымен іні, кімен иғайыр бастаған. Әкімнің пернет тақсасында қазақша әріптер жоқ болды ма, әлде басқа себептер бар ма, онысы әзірге белгісіз. Әкім соңғы рет Әбіш Кекілбайұлының мерейтойы қарсаңында, дәлірек айтсақ, 11 қазан күні құттықтау жариялаған. Негізі Қыдырберді Беков өңірлік коммуникациялар алаңында журналистермен кездесуінде фейсбук арқылы халықпен байланыс ұстап отырмыз деген еді. Фейсбук әлеуметтік желісі арқылы өткіздік. Бұл да енді негізгі мақсаты әкімдік тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарды халыққа жеткізу және халықпен тиімді кері байланыс орнату. Бірақ бұл байланысты орнатып отырған аудан әкімдігінің атынан ашылған парақша, ал әкім өз атына келіп түскен сұрақтар мен ұсыныстардың бірде-біріне жауап жазбаған. Осы өтіп бара жатқан апта бойда ешқандай пост жазбапты. Әлде жазатындай жаңалығы, бөлісетіндей ойы болмады ма екен? Апта бойы желіде болмағандар қатарында Маңғыстау ауданының әкімі де бар. Сондай-ақ Тілек Көшмағанбетов те есімін орысша жазып қойыпты. Бұрын желіде жиі отыратын әкім соңғы рет қазанның 10 күні пост жазған. Онда әкім жерлестерін жазушы Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтойын абыройлы өткізуге шақырған. Одан кейін Көшмағанбетовтің беті тек әкімдіктің ресми парақшасының жазбаларымен толып қалған. Әкімнің қолы аудан әкімдігінің жеке парақшасынан босамай қалды ма, өзінің жеке парақшасында қазанның 10-нан бері тыныштық орнаған. Тілек Көшмағанбетов парақшасын көзге түсер тұсы өзге әріптестері секілді ресми фото емес, басты бетшесіне ботамен түскен суретін қойғаны. Кезінде ол да желі қолданушылары тарапынан жақсы бағалған. Бұл аптада фейсбук бетін түртпеген әкімдер қатарын Бейнеубек Әбіліп толықтыра түскен. Бейнеу басшысы желіге 26 қазан күні кірген. Ол сол күнгі постын Ақжігіт ауылының 50 жылдық мерейтойына арнаған құттықтауын жариялаған. Айдарымызда Бейнеудің әкімі желіде аса белсенділік танытпаса да, басқа әкімдермен салыстырғанда ілгері тұр. Айдос Қамиев пен Рахат Елтизаров та желіге көп жазба қалдырмаған. Қос парақшада халықтың ұсынысы мен сұранысы толып қалған. Интернеттегі белсенділігі аздау қос әкімнің лентасы керекті, керексіз өзге адамдардың жазбаларынан көз сүрінеді. Әзірге екі әкімнің де парақшаларында мүлгіген тыныштық.
Бұған қарап, Маңғыстаудағы аудан қала басшыларының желі белсенділігін төмендеуге болады. Біздің әкімдердің бәріне тән ортақ құбылыс, өздеріне қарата қанша халық шағым түсіріп, ұсыныс беріп, құттықтау мен алғыс білдірсе де, ешқандай реакцияның болмауы. Біз бұнымен әкімдер жұмысын жасамай жатыр демейміз, тек онлайнда да, офлайндағыдай белсенділік танытса дейміз. Желіде болыңыз, біз сізді оқып отырмыз. Ақтаулық хоккейшілерге заманауи мұз айдыны қажет. Өйткені 70-тен астам спортшы хоккейге арналмаған, тар сырғанақта жаттығуға мәжбүр. Оның өзі сауда орталығында орналасқан. Жалға алу құны шарықтап тұр. Осылай деп шағымданған ата-аналар 2018 жылы басталуы тиіс болған дайын мұз айдынының жобасын жүзеге асыруды талап етті. Былтыр Ақтауда чех инвесторларының көмегімен заманауи мұз сарайы салынуы тиіс болатын. Алайда жоба басталмай жатып тоқтап қалды. Жобаға қатысушылардың үстінен сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша іс қозғалып, сот отырыстары шамамен 1 жылға жалғасты. Мұз сарай жобасына қатысты келеңсіз жағдай біздерді қатты ренжітті. Балаларымыз заманауи кешенде жайлы жерде жаттығады деп үміттенгенбіз. Шынында хоккей қымбат спорт. Киім мен басқа да керек жарақтары шамамен 300 000 теңге тұрады. Ал жаттығу үшін ай сайын 40 000 теңге төлейміз. Ардагер хоккейшілер болып тек сенбі күні таңғы 7-де жаттығамыз. Басқа күндері түн жарымда баруға тура келеді. Негізі мұз айдынында ауа температурасы 8-10 градус болуы тиіс. Ал біз ауыр киіммен 26 градус ыстықта жаттығуға мәжбүрміз. Ақтаулық хоккейшілер сауда орталығында жаттығады. Бізге мұз айдынын сүруге рұқсат берілмеді. Жаттықтырушы Владимир Маршиннің айтуынша, қоғамдық орында спортпен айналысу оңай емес, әрі қымбатқа түседі. 1 сағаты 3,5 мың теңге, айына 8 және 12 сағаттан қатысатын топтар бар. Сондықтан қалтасы қалың ата-ананың баласы ғана тұрақтайды. Площадка не имеет остекления. Алаң әйнекпен қоршалмаған, тұрғындарға зиян тигізбеу үшін әр жаттығудың алдында алаңды тормен қоршап аламыз. Киім ауыстыратын жерде душ, дәретхана атымен жоқ. Спортшылар үйлеріне барып шомылады. Ата-аналар аталған жобаға қатысты инвестор мен спорт басқармасы арасындағы даудың әлі де аяқталмағанын алға тартты. Ал басқарма басшысы екі жақты бейбіт келісімнің жасалғанын мәлімдеді. Бұрынғы H+H техника мекемесін шақырып келіссөздер жүргізілді. Біз қазір таңда қосымша келісімшартқа отырып, осы мекеме бізге құжаттарын толық кестесін, жұмыс жоспарын жіберсе, біз жұмысымызды осы жылдың соңында бастағымыз келіп отыр. Жоба жүзеге асқанда балалар хоккейге тегін қатысады дейді басқарма басшысы. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы бой көтеретін құрылыс 18 айда аяқталуы тиіс. Мұнайлы ауданының Дәулет ауылында көгілдір отынсыз отырған 30-ға жуық үй бар. Ауылдық округтың 27-ші кварталының тұрғындары газдың келуін күткенімізге 2 жылдай уақыт болды дейді. Тұрғындардың арыз шағымын тыңдап қайтқан әріптесім Жаслан Мұқан толықтырады. Ел аузында водник деп аталып кеткен ауылдың 27-ші кварталында 30-ға жуық үй түтін түтетіп отыр. Газдың емес, кәдімгі отынның түтін. Табиғи газдың жоқтығынан үйді жылыту үшін ағаш жағып әлек. Кейбірі тамақты әлі күнге дейін ауласында пешке пісіреді. Себебі газ баллонға кететін шығын аз емес. Олар жақын маңдағы жер астымен жүріп жатқан газ құбырының да рахатын көре алмай отыр. Себебі құбырдағы газ қысымы әлсіз. Мәселе мына газ мәселесі. Тоқ слабый. Қазір қыста бір бөлмені жылдамыз болғаны. Қалған бөлмелер суық. 40 литр газ баллон 2 күнге жетіп тұр. Арасына отын жағамыз, енді үйде құттай балдар бар, олар да ауырып отыр. Тоқ тартып еді, өзіміз тарттық тоқты да. Оған тоқ әлсіз болып тұр, тоқ күші. Бүтін не дауымыз жоқ, осы жер бұйырды бізге. Тек газ болса, сосын мына мусорларын азырақ алса болды. Тұрғындар тоқтыда өз күштерімен жүргізіп алған. Қалталарынан қыруар қаржы жұмсап тартқан электр қуаты да бірде бар, бірде жоқ. Бір сөзбен айтқанда әлсіз. Бұдан бөлек ауылдың көшесі қоқыс тастайтын полигонға айналуға шақ тұр. Онсыз да назардан тыс қалған осы 30 үйдің айналасы тазалықшылардың қолы тимеген көрініп тұр. Атбасын әкімдікке қарай бұрдық. Ауыл әкімі еңбек демалысына кеткен. Мәселені орынбасарының алдында көтеріп, жауабын алдық. Газ мәселесі бойынша бұлар қазіргі таңда бұл жердің барлығы 2015 жылы қосалқы шаруашылықтың берілген өзіндік қосалқы шаруашылық. Бұл жерде қазір
2025 жылғы елді мекеннің бас жоспары жасақталған. Сол бас жоспарға 200 участке тұрғын үй кезегінде тұрған кезектілік негізінде берілетін жерде 200 участке алаң қосылған. Сол 200 учаскені газдандыру электр желілерін жүргізу мақсатында қазіргі таңда маңайдағы проект жасалды. Жобалық сметалық құжат. Жасалды ғой, жасалды. Жобалық сметалық құжатқа осы 27 кварталда барлығымыз енгізгенбіз. Қоса. Енді қазіргі таңда мемлекет сараптамадан алынды. Жобалық сметалық. Қазір қаражат көзін қарастыруға ұсыныстар берілді. Алдымен газ мәселесі бойынша білгенімізді айтайық. Жобалық сметалық құжаты дайын, сараптамадан өткен. Енді қаражат қолбайлау болып тұр. Ауыл әкім орынбасарының айтуы бойынша ақша келесі жылдың басында беріледі. Ал электр жүйесінің әлсіздігі жауапты мекемемен шешіп көруге тырысамыз деді. Үшінші мәселе қоқыс. Бұл жердегі шикілік тұрғындар мен тазалық мекемесінің арасында келісім шарттың жоқтығы екен. Әкім орынбасары Нұрбердібековке өтініш жасап, қоқыс тазалайтын көлік жіберуін сұрадық. Жіберемін деп уәде берді. Бірақ сол ауылдың тұрғындары іспетті, бізде құр уәдеге малданып қала бердік. Жасұлан Мұхан, Аралан Аметұлы, Апта ақпарат. Ауыл іші қоқыстан тазартылмайды. Балалар ойнайтын ойын алаңы жоқ. Бұл Баутина ауылындағы тұрғындардың шағымы. Айтуларынша электр бағаналары істен шыққан. Түнде далаға шығу мүмкін емес. Ауыл ішілік жолдар көптен жөндеу көрмеген. Каспий теңізінің жағасында орналасқан 20-дан астам шетелдік компания жұмысшы сайтын ауылдың келбеті осындай. Сағира Өтепқызының материалында. Бибігүл Рамазанова Баутина ауылының тұрғыны 5 жылдан бері осы мәселені көтеріп жүр. Құзырлы мекеме басшыларына арызданғанмен талабы нәтижесіз. Тозығы шыққан ойын алаңқайын жөндеуден өткізетін бірде-бір мердігер компания табылмаған. Ауыл қарадомалақтарының таң сәріден кешқұрымға дейін уақыты осы жерде өтеді. Алаңдауға негіз бар, өйткені алаңның келбеті сын көтермейді. Себебі мына балалардың дым условиясы жоқ, жарық тамбаған. Біздің ауылымыздың ішінде жол, мусор, қоқыс, қордаланған мәселе өте көп. Ауылымыздың іші тас қараңғы, жарық тамбаған. Оған қоса балаларға ойнайтын ешқандай мүмкіншілік те, балалардың бос уақытын өткізетін ешқандай алаңқайлар жоқ деуге болады. Мына алаңның түрі? Иә, мына алаң бүгінгі таңда балалардың өміріне өте қауіпті. Екінші мәселе ауыл іші қоқыстан тазартылмайды. Қазір Аташ пен Баутина ауылында 835 тұрғын болса, қоқысқа арналған жәшіктің бар жоғы 60-қа жуық. Тұрғындар қоқыс жәшігінің жетіспейтінін, көше кезген бұралқы иттің көп екенін, ауылда түн мезгілінде жарықтың жоқтығын алға тартты. Қоқыстың күлімсейсі қолқан тесіп, демалу мүмкін емес дейді тұрғындар. Әкімдіктегі шенеуніктерге қанша арызданса да нәтижесіз. Темнота ночью. Түнде далаға шығу қорқынышты, айнала тас қараңғы, жарық сөнгелі қашан. Әкімдікке қанша арыздансақ та біздің сөзімізге құлақ асар ешкім жоқ. Қаңғыбас ит көп, көшеде жүрген мал ауламызды жайылымға айналдырып жіберді. Жалғыз мен емес, халықтың мәселесі мусор. Жазда демала алмаймыз мына мусордан. Қазір ел жаңарып, жақсарып, стройка жасап жатыр. Үйден шыққан мусордың барлығы міне өзіңіз көріп тұрғандай сыртта тұр. Оны үкімет алдырмайды. Өздері ақша төлеп алдыртқысы келмейді. Жалпы мусордың мәселесі елдің ішінде. Сосын мына балалар ойнайтын жер жоқ. Площадка детский. Бір площадка бар еді, орталықта бәріміз баратын едік. Оны бір мекеме алып жатыр, жаңартайын деп жатыр деп әкімнің айтқан әңгімесі бар деп ел айтады. Бірақ оны жаңартқан жоқ, орны күреп тастады, сол күйі қарап тұр. Жәшік жетпейді, я мусорный жәшік. Халыққа екі үйге бір жәшік беріп еді, мына көрші бала мен сатып алдым деп менен алып кетіп, аузын кілттеп, есігінің алдына апарып қойды. Көше бетке біздер жаңағы баяғы қазақша вариантпенен бөшкеге салып отырмыз. Ол бөшке толып қалады. Өртесең асты тесіліп жатыр. Сол жәшікті көбейтсе екен деймін, хотя бы екі үйге ай сайын ақшасын төлеп тұрамыз. Мәселенің анық қанығын білмекке ауыл әкіміне хабарластық. Ауыл басшысының айтуынша тазалық жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. Дегенмен жәшіктің жетіспеушілігі де бар екен жасырмады. Күн тәртібінен түспейтін мәселе. Демек, алдағы күндері шешілмек. Алайда ауылды таза ұстау тұрғындардың өзіне де байланысты дейді ауыл әкімі. Жиналмайды емес, жиналады. Себебі бір екі күннің ішінде қоқыс жинамаса, ауылдың ішін танымай қаласыз. Ауылдың өзі күнделікті қоқысы жиналады, бірақ барлық уақытта да ол өзі тұрғындардың өзінің жауапкершілігіне байланысты нәрсе. Жалғыз мысалы әкімнің мойнына түгел ауылдың ластығын іліп қойып отыруға болмайды. Мысалы
кейбір тұрғындар бар, көршілеріне де ескертіп айтатын. Ал ол меніңше елдік мәселе деймін. Біздің маңдайымызға өмір бақи қоқыстың ішінде тұру жазып қоймаған шығар. Күл-қоқыстың зардабын тартқан ауылдағы ағайындар ауыл ішін жарықтандыру мен балаларға арналған ойын алаңы мәселенің оңынан шешілетініне сенімді. Сағира Өтепқызы, Фархат Жатқам, Апта ақпарат. Мұнайлыда жаңа оқу жылында 5 жекеменшік мектеп пайдалануға беріледі. Бұл туралы аудандық қоғамдық кеңестің кеңейтілген отырысында білім бөлімінің басшысы Есен Овезов хабарлады. Осылайша 3 ауысымды оқытуды азайтуға мүмкіндік тумақ. Сондай-ақ кеңес отырысында аудан белсенділері білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы мәселелерді көтерді. Әйгерім Ашықбаева толықтырады. Бүгінде Мұнайлыдағы мектептерде 32 мыңнан астам оқушы білім алады. Бала саны былтырғымен салыстырғанда 2 мыңға өскен. Салдарынан жыл сайын 3 ауысыммен оқытуға тура келеді. Мәселен 4 мектеп осындай жағдайда. Атап айтатын болсақ, 6-шы орта мектепте Қызылтөбе 2-де, нөмір 9-шы орта мектепте Басқұдықта, нөмір 10-шы мектеп Батырда және нөмір 14-шы мектеп Басқұдық ауылдық округінде. Сонымен қатар оқушы орнының тапшылығы Маңғыстау ауылындағы нөмір 1-шы орта мектепте және Атамекен ауылдық округының нөмір 12-ші орта мектепте байқалып отыр. Келесі жылы осы мектептерде 3 кезең болып кете ме деген қауіпіміз бар. Сондықтан келесі жылы аталған ауылдарда 5 жекеменшік мектеп ашылмақ. Жалпы жыл сайын бала санының артуынан мектепте оқулықтар мен парта, компьютерлер жетіспей отыр. Соңғы ашылған білім ордалары мамандандырылған кабинеттермен жабдықталмаған. Аудан әкімі сондай-ақ мұғалімдер жетіспеушілігімен балаларға қысымның барын да айтты. Жасөспірімдердің арасындағы зорлық-зомбылық. Яғни ата-ананың баламен тәлім-тәрбиенің жоқтығы, бұлай айтқанда. Енді көпке топырақ шашпаймыз. Ол бар ғой, қоғам болғаннан кейін проблема болады. Енді бұлай айтқанда күнделікті мына ішкі істер басқармасының сводкасын алып отқан кезде, мына ағасы мен інісінің баласына, яғни қол жұмсауы, немесе оған зорлық көрсетуі, сондай фактілердің, яғни ауданда келісіп жатқан жағдай, кездесіп жатқан жайттар бар. Біз бұмен қалай күресеміз? Біз қайда бара жатырмыз? Міне осы мәселелерді сіздермен бірлесіп отырып шешуіміз керек. Ауыл тұрғындарда бұл мәселелердің етене таныс екенін жеткізді. Бала тәрбиесі ұлт болашағы, сондықтан ерекше ден қою керек деп санайды. Мектептің директоры сәл батылдау болу керек. Сіздерге айтып отырмын. Бізде қоғамда не жетіспейді, не керек маған, не зат керек. Соны мектептің директорлары талап қоя білгенін қалар едім. Жиында сондай-ақ ерте жүктілік, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық туралы сөз қозғалып, тиісті сала өкілдері баяндама жасады. Әйгерім Ашықбаева, Дүлбай Нұрбай, Апта ақпарат. Апта ақпараттың айтары осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.